стратегияны айтып беретін боламын. PLG дегеніміз Product Led Growth стратегиясы өнімнің өзін өзі өсу драйвер болатын стратегия. Бірақ бастамай тұрып, мен өзім туралы бірнеше сөз айтып өтсем, таныстырып өтейін. BCKZ төлемдерде өнім есімін, осыған дейін Теле2-де канал менеджер болып жұмыс жасадым, және де Дәрбар, Қазақсофт, Винвест компанияларында өнім менеджер болып жұмыс жасадым. Анда-санда модельмін, кезінде Қайрат футбол клубында ойнадым, және де Тихорда Product B мектебінен 3 дүркін грант иегерімін. Baltic International Academy түлегімін, өзімнің жеке сайт қасылым бар. Сайт қасылымды осы спичтен кейін бөлек талқыласақ болады. Аджендаға өтпей тұрып, сіздерге келесі сұрақ қойғым келеді. Үлкен компания болсын, немесе стартап болсын, кішігірім компания болсын, өнім иесінде немесе бизнес егерінде әрқашанда мынандай сұрақ туындайды. Маркетингке үлкен қаражат құйылады, бірақ конверсия аз, немесе цифрлар өзгереді, бірақ конверсия өзгермейді. Кімде осындай ситуация болды? Қолдарыңызды көтерсеңіздер? Екі-ақ адам ба? Так, 4-еу, 5-еу. Рахмет, бұған сыйлық жоқ сіздерге. Бүгінгі аджендада жалпы Product Led Growth дегеніміз не? Traditional Sales Led модельден айырмашылығы, нарықтағы success кейстер, және де бәріміз жақсы көретін жеке кейстермен бөлісемін. Маркетинг және CVM-нің рөлі, қандай метрика жалпы осы стратегияда маңызды, және біз өзіміз үшін success метрика қандай қылып алдық, сол туралы айтамын. Және кемшіліктер мен артықшылықтарын талдайтын боламыз. Барлығымызға ыңғайлы болу үшін Product Led Growth деп ұзақ айтпай, мен PLG деп айтатын боламын. PLG дегеніміз не? PLG осыған дейін менің әріптестерім айтып өткендегідей көп стратегиялардың бірі. Бұл өнім өзін өзі тұтынушы тартып, қолданушыны ұстап қалады және кеңейтетін стратегия. Бұл жерде алғашқы бірден бір қағидалары, ол тұтынушыға өнімді қолданып көруге мүмкіндік бересіз, және де өнімнің құндылығы басымдырақ болады. Ал маркетингке қаражат мүлдем жұмсалмайды, немесе көптеген үлкен ресурстар кетпейді. Қазіргі нарықтағы жағдайды алып талдайтын болсақ, мен өзім финтехта істегеннен кейін бізде күннен күнге өзіміздің әріптестерімізді қарап, бенчмарк жасап, анализ жасаймыз. Сондықтан қазіргі уақытта онлайн банкинг қолданушылары 25 миллионнан астам. Сол нарықтың қарқынды өсіп жатқаны күннен күнге көрінеді. Өйткені әр өнімнің өзінің бөлек фичалары бар, бөлек UTP-сы бар. Сонымен нарыққа шығып, кейбірлері жақсы конверсия көрсетеді, кейбірлері әлі конверсия көрсетіп жатқан жоқ. Сондықтан ойыншылармен бәсеке күшейген сайын тұтынушының сұранысы, өнімге деген сұранысы күннен күнге ұлғайтылып жатыр. Тұтынушы қазір өнімнің сапасына, жылдамдығына, ал финтехта ол комиссиясыз өнімдерге көбінесе назар аударады. Ал өнімнің маңыздылығын айтатын болсақ, көп компаниялар қиындатылған CGM жасайды. Осыған дейін мен әріптестерім айтқандағыдай, дұрыс емес сегментке бару мүмкін, немесе адамның қиыншылығын басындырақ қояды да, бірақ адамның тапсырмасын ұмытып кетіп жатады. Жаңа фича шығарған сайын онбординг, селф-сервис мүлде жоқ, немесе соңына дейін жасалынбаған болуы мүмкін. Алаялдық бағдарламаларда аудитория дұрыс таңдалмай жатады. Мысалға, енді барлықтеріңізге пуш хабарлама келеді ғой. Мысалға, күнне 10 пуш хабарлама келсе, сол 10 пуш хабарламаның қайсысы сіздерге қызықты, немесе қаншауы қызықты?
Маған мысалға 5-еу ғана қызықты. Соны компанияның конверсиясы 50%. Бірақ біз CVM-ға, маркетингқа үлкен ресурстар құртамыз. Маркетингті жеке алып қарайтын болсақ, маркетинг туралы айта берсек болады, және де бұл стратегия маркетингті жоққа шығармайды, ал маркетингті көмек ретінде қабылдайды. Ал дәстүрлі гроу стратегиясында қолданушының құны қымбат, бәріңіз білеміз, customer acquisition cost күннен күнге өсіп жатыр, тұтынушының өнімге деген сұранысы төмендеп жатыр, немесе құндылық жетпей жатыр. Дәстүрлі гроу стратегиясында go to market басымдылық болады, ал PLG-да сіз time to value-ді басымдырақ қоясыз. Фидбекке келетін болсақ, бұл жаңағы біздің CastDev дейміз, usability тест, бұл жерде оны жасаған дұрыс, бірақ одан бөлек сіз өзіңіздің тұтынушыңыздың айтқан жауабын дұрыс талдай білгеніңіз жөн. Мен бұлай жұлып қағидаларын айтып бастадым. Егер де кішкене бұлай тоқтап өтетін болсақ, PLG-дің қағидалары ол онбординг құралдары, селф-сервис, виралды циклдер, өнімнің ішіндегі маркетинг, сыртындағы емес, ішіндегі фидбек, CGM, UX, метрикалар мен data-driven, time to value, және де freemium, free trial бизнес модельдері қолданылады. Traditional sales модельден айырмашылығын айтатын болсақ, ең бірінші бізде көп компаниялар немесе сату командасын алады, сол сату командасының ішінде бөлек құбыр жасайды, немесе сату командасын аутсорсқа алу мүмкін. Оның барлығы шығындар. Сіз ол шығындарды неге өнімге құртпасқа, ондай сізде мүмкіндік болатын болса. Бірінші құндылықты жеткізу үшін PLG-да сізге жаңағы әртүрлі модельді қолдана отырып, ақау моментке тез жеткізу, фрикцияны азайту. Traditional sales модельде оны сіз ұзақ тұтынушыны бұлай воронкалардан, құбырдан өткізе бересіз, ол сізге келе ма, келмей ма, сонда ол түсініксіз. Екінші ол модель түрлері, жаңағы айтқандай, traditional sales модельде сіз өнімді бұлайынан ұстап көру үшін, қолданып көру үшін ақы төлейсіз. PLG-да әрқашанда freemium, free trial ол басымдырақ болады. Команданың рөлі бұл жерде өте маңызды шың болып табылады. Себебі жаңағы айтқандай, сіздер PLG-да сатушылардың командасына немесе сатушыларға көп шығын жұмсамайсыз. Өйткені сіз бұл жерде сіздің алғашқы мақсатыңыз, алғашқы басымдылық, ол өнімнің құндылығын бүкіл аудиторияңызға дұрыс жеткізу. Масштабталу, енді бұл жерде біреумен келіседі, біреумен келіспеуі мүмкін. Себебі өнім органикалық өсу үшін көптеген жылдар керек сізге. Сіз мысалы жаңа бизнессіз, сізге тұтынушылар күннен күнге ұлғаю керек. Сіздің мақсатыңыз бір жылдан ройды 1-2-3 жылдың ішінде қайтарып алу. Бірақ PLG-да мақсат ол органикалық түрде өсіру. Сондықтан сіз customer acquisition костқа аз қаражат құртасыз. Енді ең соңы, ең қызығы ол ақпараттық фокус. PLG-да ішкі каналдарды қолданатын болса, traditional lead sales стратегиясында сіз SEO оптимизация деп айтамыз, бұқаралық ақпарат құралдарын қолданасыз. Ол дегеніңіз жаңағы customer acquisition костқа бірден-бір тиетін, сол метрикаға тиеді. Сондықтан енді мына жерде маркетингтан әріптестерім болса, онда сіздер білесіздер, бір тұтынушыны қызықтыру қазір $1 кем емес. Ал 26 жылдан бастап барлығымыз білеміз, НДС-тің пайызы өседі. Сонда сол кезде
маркетингқа қиын болады. Кішкене викторин ойнатқым келіп тұр. Мына жерде қазір қандай компаниялар тұр, соны кім бірінші тез айтады, соған бір сыйлығым бар. Бұл соңында берілетін сыйлықтан бөлек. Я? Сіз бірінші қол көтердіңіз. Spotify, Zoom, Slack, Notion, Dropbox. Есіңіз кім болады? Евгений? Я, соңында мен сізге бөлек сыйлық берем тағы. Я, дұрыс тапты. Spotify, Notion, Slack, Dropbox, Zoom. Бұл компаниялардың, жалпы бұл компаниялар ең алғашқы үлкен единорог стартаптар деп айтсақ болады, PLG-ді қолданып бастаған. Себебі Spotify фримиум моделін береді, бірақ фримиумда жарнама бар. Кім Spotify-мен қолданады? Сізге жарнама кедергі жасай ма? Кедергі жасай ма? Бірақ сізде мүмкіндік бар, ақылы жоспарды алуға. Солай ғой. Сондықтан бұл өнім сізге екі бағдар береді. Фримиумды қолдан, бірақ жарнама тыңда, немесе жоспарды алда, жарнама тыңдама. Одан бөлек күшті фичасы бар. Ол да адамды, тұтынушыны жақсы өзіне ұстап тұрады. Ол Discover Weekly деп аталынады. Апта сайын сізге бөлек альбом шығарып береді, осыған дейін тыңдаған өлеңдеріңіздің санатына байланысты. Notion'да, енді Notion'да айтып қажет жоқ, өйткені барлығымыз қолданатын шығармыз. Бұл жерде all-in-one деген мақсат, барлығы бір өнімде, егер де плагин қосу керек болатын болса, ол бөлек ақылы болады. Slack'та Notion'мен ұқсас бизнес модель, фримиум модель, плагиндар ақылы. Dropbox-тікі кішкене қызығырақ, өйткені Dropbox енді ең алғаш компаниялардың бірі болғандықтан, осы санаттағы бұл Dropbox-тың айырмашылығы, сіз бұлтта тегін 2 гигабайт көлемі болады. Ал 2 гигабайттан жоғары ол ақылы жоспар және де $10 басталады. Бұл жерде бұл өнім сізге тағы да бағдар беріп тұр. Жете ма, қолдана бер, жетпей ма, сатып ал. Zoom-ды енді білмеймін, қазір біреу қолданады, біреу қолданбауы мүмкін. Zoom-да ақысыз 40 минут видео қоңырау шала аласыз. Одан бөлек компанияға қостырам десеңіз, бөлек жоспарлары бар. Бұл жерде енді кішкене бір қызық сәтке жеткен секілдіміз. Себебі бағанадан бері айтып отырмын, жоғары көрсетілген компанияларда финтехқа жақын емес. Біз қалай банкте осы стратегияны алдық? Банкте мынандай ғой, банктер көбінесе бір тұтынушыны қызықтыру үшін үлкен қаражат жұмсайды. Себебі біздің нарықта банктерге деген ой ол өзгерген, негативті тұсқа қарата өзгерген, оны шын айту керек. Сондықтан бұл жерде үлкен бір айтып өтерлік зат бар. Сіз банктың ішінде бір ғана өнім емес, банктың ішіндегі өнімнің өнімі болуы мүмкін. Банк үлкен экосистема болғандықтан, бұл жерде сіз банктың стратегиясын емес, ал өнімнің стратегиясына қылып алуларыңыз керек. Енді бағана айтқандай, мына жерде оны не шығып, бір нәрсе айтып жатыр деп ойласаңыздар, осы жерге шықпай тұрып, жылдың басында біз командамен бірге жиналып, өзімізге сұрақ қойдық. Бізге өнімнің ішіне қандай стратегия керек? Өйткені біз банктың стратегиясымен жүре берсек, ол бізге конверсия әкелмейтін түсіндік. Енді бізге не керек? Қандай стратегия керек? Жалпы өнімнің құндылығы неде, және ол құндылықты тұтынушыларға қалай жеткіземіз деп ойландық. Көлемдердің күші неде? Күш деп айтып тұрғаным ол УТП. Біз немен қызықтыра аламыз? Төлемдердегі сегменттер қандай? Және де бізде осал жағымыз неде? Ол осал жақ па жалпы? Және ұстап қалу үшін, чорында азайту үшін не істей аламыз?
Біз нені түсіндік? Барлығымыз жақсы көреміз ғой, былай инсайт деп. Сонда бізде келесі инсайттер болды. Ол жалпы айтып өткендей, өнімнің ішіне де бұл PLG стратегиясын бір себепте қолданамайсың, банктың ішінде мүлдем қолданамайсың. Бірақ төлемдердің өзі драйвер бола алады. Өйткені сіз мысалға төлемдерді шот карта ашпай атып көре алсаңыздар болады, қандай қызметтер бар, қалай төлеуге болады. Төлемдердің тұрғылықты қолданушылары да бар. Аудитория деп айтамыз ғой. Өзіміздің тұрғылықты қолданушыларымыз бар, бірақ енді соны қалай кеңейтеміз? Басқа банкте, басқа өнімнен келген қолданушыларды басымдылық ретінде қарадық. Өйткені айтып өткендей, банк үлкен экосистема болғанмен, төлемдердің тұтынушылары бөлек, банктың тұтынушылары бөлек. Сондықтан ең бірінші, неге нарыққа шықпай, неге сол банктың ішіндегі өзіміздің тұтынушыларымызды төлемдерге отырғызбасқа? Осыған дейін айтқан болатын, жоспар деп жатырмын, банкке қандай қатысы бар деп ойлайсыздар. Банкте бізде BCKZ-та әртүрлі жоспар бар. Оны BCKZ-ның ішіне кіріп, өздеріңіз қарассаңыз болады. Ал төлемдер сол жоспарға қызығушылықты ұлғайтатын өнім деп таптық. Енді біз банкте жыл сайын, күн сайын қызметтердің санын арттырамыз, ол бізде ол қалады. Қызмет саны көп, шығып атқан қызметтер де көп. Енді соның санын одан сайын көбейтеміз. Анализ. Бізде ситуация қазір қандай? Нарықта бәсеке жоғары. Біз өзіміз Қазақстанда үшінші көп рейтинг бойынша, үшінші банк ретінде табыламыз. Сол актив бойынша, қаражат бойынша, және де клиент бойынша. Енді үшінші болғанмен бірінші болғымыз келеді ғой. Бүкіл банктердің мақсаты ол бірінші болу. Үлкен маркетинг шығындары, құндылық тұтынушыға дұрыс жетпейді. Немесе стратегия тез ауысады, басымдылық тез ауысуы мүмкін. Мұны біз бөлек жерге басымдылықтарды былайынан қою керек. Басымдылық дегеніміз ол приоритет. Енді басымдылық бізде қайда болу керек? Осы ситуациялардан кейін біз алдымызға тапсырма қойдық. Бірінші тапсырма тұтынушыны аха моментке тез жеткізу. Біз аха моментке тез жеткізгеннен кейін ол бізде тұтынушы байланып қалды. Ода ретеншн көбейеді, чорн азаяды. Бұл факт емес, бұл біздің гипотеза сол кезде болған. Екінші, құндылықты түсіндіру, немесе дұрыс түсіндіру. То есть time to value дейміз ғой. Time to value-дің уақытын шектету, азайту. Self-service, onboarding, ол дефолт бізде. Және нарықтағы best кейстерді саралау. Жаңа жоғары көрсеткенде, бүкіл best кейстер бізде финтехта жоқ. Финтехқа тікелей қарым-қатынасы да жоқ. Бізде экшн тағы да нарыққа шықтық, бірақ онлайн емес, офлайн. Бұл жерде research, benchmark, бәріміз жақсы көретін Каздев. Каздевтің ішінен енді көп инсайттар алдық. Каздев керек емес инструмент деп айта алмаймын. Және де талдаушы, системді талдаушымен бірге біз отырып, енді груминг жасаймыз ғой. Мысалға біз Каздевпен көп инсайттар алып келіп, бізде нау бар, бұлайынан 10 тапсырма тұр. Ол 10 тапсырманың 5-еуі эпик. Біз оны бір жылға сыйдыртуымыз керек бұлайынан. Содан бөлек груминг жасап, оны басымдылыққа, әр тапсырмаға басымдылық қойдық. Резалт қандай болды? Резалтты мен кейінірек айтып берем. Себебі
соңында біз қандай шешім қабылдадық? Жана success метрика дедім ғой. Бұл жерде BCC төлемдердің success метрикасы PLG-дің success метрикасынан былайынан мүлдем былайынан бұрылып кетті. Өйткені біз өзімізге success метрика ретінде daily active transactors алдық. Ол күнделікті тұтынушылардың активті транзакциясы немесе төлемдері. Осы метрикаға байланысты біз төлемдердің ішінде басымдылық деп көлік қызметтерін алдық. Көлік қызметтері ол сіздің мысалға тұрақтар, ақылы жолдар. Неге көлік қызметін алдық? Себебі күнделікті қолданыс ол churn санын азайтады деп сендік, және де retention санын көбейтеді деп сендік. Бұл жерде нарыққа шығу кезінде енді вау, инсайт деп айта алмаймын, бірақ Қазақстанда QR-ды жақсы көреді. Ол қызыл QR-ды ғана емес, жалпы QR-ды жақсы көреді екен Қазақстанда. Бірақ мына QR-ды сканерлемеңіздер. Прототип. Сондықтан біз бұл жерде маркетингті өзімізге саппорт ретінде шақырып, маркетинг бізге дизайн жасауды, брендингті, және де вин-вин келісім сөз жасауға көмектесті. Вин-вин келісім сөз дегеніміз, біз үлкен компаниялармен интеграцияға шықтық, жасадық. Осы уақытқа 97%-мен уже интеграцияны бітірдік. Ол үлкен компания дегеніміз, ол Онай, Автобус, және де Бакат, Қазавтожол деген секілді компаниялар. Оны тұрақты төлеу үшін бөлек офлайн QR-лар орнаттық. Бұл жерде тағы бір инсайт, офлайн QR орнату онлайн маркетингтен қарағанда екесе арзан болды бізге. Біз өзіміздің бюджетімізбен жаптық, маркетингтің бюджетін бұл жерде қызықтырған жоқпыз. Және де партнер каналында орналасу бартер ретінде келісім сөз жасалынды. Оны маркетингтің рөлі ретінде толығырақ айтып берем. Оған дейін қызмет бойынша кішкене өтсек, былай қарап алдыларыңызда көргендеріңіздей, біз көлік қызметтерін алдық, бірақ бізде төлемдердің ішінде, менюдің ішінде бізде көлік қызметі, мен қызыл шеңбершен қоймасам, сіздер көлік қызметін көрмеуші едіңіздер. Былай айтады ғой, немесе визуальный шум, немесе баннерная слепота дейміз ғой. Өйткені біздің көзіміз үйреніп кеткен. Бізде мына жерде бөлек ерекшелік жоқ бұл қызметте. Одан бөлек біз тұрақтарға басымдылық жасадық. Ал тұрақтарды алып былай тығып тастадық. Менюдің ішінде сіз кірген бетте тұрақтар таппайсыз. Бұрын таппайтынсыз. Бұрын біз былайнан тығып тастаған болатынбыз. Интеграция жасап жатырмыз, тұрақтарды қосып жатырмыз. Біз тұрақтарды тез қосып үйрендік. Айына біз жоқ дегенде 3 тұрақ қосып үйрендік. Ал тұрақтардың ішіне кірсең, QR-дан бөлек. Мысалға біз QR ол бөлек адам керек қой. QR-ды мысалға вендорға береді дизайнын, ол вендор оны очередьпен былайнан жасап бізге шығарады. Жаңағы логистикасы бар, ол офисқа келуге, біз офистан поставщикқа қызметке жіберуіміз керек. Ол қызмет уақыт тауып, оны жапсырып үлгеру керек. Сондай қиыншылықтар бар. Ол үлкен уақыт алады. Біз парковканың тұрақтарды қосып жатырмыз, бірақ QR іліп үлгермей жатырмыз. Не істейміз? Тағы бір қиыншылықтардың бірі, ол мысалы тұрақтардың ішіне кіреді, QR жоқ, бірақ тұрақтардың ішіне кіреді, қарайды, ұзақ іздейді, таппайды. Тұтынушы тұрақты таппайды. Осындай қиыншылықтарды анализ жасай отыра, соны қарай отыра, бұл жерде тағы маңызды зат ол бенчмарк. Біз жеке тұрақ деген фичаны жасаймыз деген шешімге келдік. Жеке тұрақты
архитектурасынан бөлек, я разработкадан бөлек, бізде енді сон жасап шығарғаннан кейін, енді бұл фичаға тұтынушыны тартуымыз керек қой. Ең бірінші жасаған іс-әрекет ол топ барға біз жақын жердегі тұрақ иконкасын қойдық. Ол сілтеме ретінде жұмыс жасайды. Сіз оған басасыз, сіз жақын жердегі тұрақ сервисіне өтесіз. Оны біз енді бағана айттық қой, бізде қызметтердің бір дизайн системамен қалыптасқан бөлек дизайны бар, сондықтан біз одан кете алмаймыз. Сондықтан біз не істейміз? Топ барға қойдық, және де қызыл шилдик орнаттық, жаңа деген. Былай қарап тұрсаң, үлкен іс емес бұл қызыл шилдик қоя салу деген, бірақ адамның көзін аударады. Себебі жасылдың үстінде қызыл болса, сіз міндетті түрде қарайсыз. Өйткені басқа сізде қызыл жоқ бұл мобильді қосымшада. Сіздің көзіңіз үйренбеген. Одан бөлек көлік қызметтерінің ішіне бөлек сервис жасадық. Ол жақын жердегі тұрақ, оның жанында да жаңа деген шилдик бар. Ал бастапқы беттен менюдан мысалға былайынан өтетін болсаң, сіздің алдыңызға қай жерде болсаңыз, сол ең жақын жердегі тұрақты көрсетеді. Енді басқа банкте қолданып жүрген мысалы тұтынушылар болатын болса, оны білет. Былайша айтқанда парковка рядом ғой. Осыны жасадық. Бұл бізде осы жыл аралығында жасалған көп кейстердің бірі. Осы кейс арқылы мен сіздерге PLG стратегиясын түсіндіргім келіп жатыр. Енді біз жақын жердегі тұрақты жасадық. Бізге енді нарыққа шығу керек. Маркетингке айтып қойдық, бізге сендердің бюджеттерің керек жоқ, біз өзіміз жасап аламыз дедік. Содан маркетинг жарайды, онда бізден қандай көмек керек деп. Ең бірінші көмегі ол нарықтағы стратегия, себебі осыған дейін әріптесім айтып өткендегідей, бұл басқа өнімге ұқсас фича болғандықтан, біз былайша айтқанда бірдей өнім ғой, енді біздің айырмашылығымыз неде? Сол стратегияны жазуға көмектесті, дизайн және копирайтинг. Бұл алдыңыздағы баннер, ол прототип, бұнда сканерлап қажеті жоқ. Бұл жай ғана осындай визуалдармен нарыққа шығып, конверсияны ұлғайтып жатырмыз. CVM-нің рөлі бұл жерде өте маңызды, себебі бізге бағана айтқандай біз банктың ішіндегі тұтынушыларды өзіміздің төлемдерге келтіруіміз керек қой. Сондықтан бізге сегменттер таңдауға және де аудиторияға бөлуге көмектесті. Алдарыңызда мысал қандай хабарламаны жібереміз, и содан бөлек қазанның 24 қазаннан 25 мамырға дейін пенетрацияның пайызы, қазіргі енді мамырдың 25-іне 29-да 36% болды пенетрация. Келесі слайдқа көшпей тұрып, біз жаңағы жақын жердегі тұрақты продуктивқа шығарғаннан кейін оны қалай өлшейміз? Бұл жерде оңай. Амплитуданың бастапқы жаңағы сілтемегеден бастап, соңындағы чекаутқа дейін ивенттерді орналастырдық. Сол бойынша конверсия жалпы өсіп жатыр қазіргі уақытта. Енді цифрларға келетін болсақ, жылдан жыл аралығында қолданушылардың саны бізде 28%-ға өсті, төлемдердің пайызы 21%-ға өсті, ал ақша 26%-ға өсті. 26 жылға мақсат ол осы пайыздарға 50% қосу. Яғни жетеміз ба, жетпейміз ба уақыт көрсетеді, бірақ мақсат осындай. Метрикалар бойынша айтқанымдай, біз мен жаңа өзімнің метрикамды айттым, өнімдегі. Енді жалпы PLG-да қандай метрикалар маңызды? Ең бірінші айтқандай, ол time to value, құндылыққа жеткізудің уақытын азайту, activation rate, ол сіздің тұтынушыңыз
бірінші уақыт қай уақыттан бастап қолданылған саны уақыты retention rate пен churn rate ол ұстап қалу және де кеңейту, customer acquisition cost бұл жерде тұтынушының құны. Бұл жерде ранж бойынша емес, бұл жердегі метрикалардың барлығы маңызды, бірақ әр компанияға бөлек сіз өзіңіздің метрикаңызды success ретінде алсаңыз болады. Бұл жердегі динамика жаңағы айтқанымдай year to year төлемдердің саны мен қолданушылардың саны. Айдан айға, жылдан жылға көрініс. Қорытындылай келе айтатыным, PLG стратегиясын көбінесе SaaS модельдерінде қолданылғанымен, сіздер оны финтехта да қолдансаңыздар болады. Одан бөлек финтехтің өзінде емес, оның өнімдеріне қолдансаңыз болады. Let's Sales модельге көмек ретінде қабылданады. Traditional Sales Models'ты былайынан сыпырып тастауға болмайды. Қолданушыларды тыңдап, фидбекті дұрыс саралаған дұрыс, және де өнім иесіне, өнім менеджеріне мистер Бин болмау керек. Себебі өнім хаусты жақтыртпайды, өнім хауста өспейді.